Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгінгі біздің сенде бір көпші дүниеге жобасының кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі шығарылымымыздың қонағы 10 сынып оқушысы Оқас Сұңқар. Қош келдің, Сұңқар. Қош көрдім. Жалпы осы шығарылымды көрдің бе өткен соң, не? Иә. Өзіңе қандай ой түйдің? Өзі бұл шығармадан бұл адамның өзінің ойын алдыға қарай дамытады деп ойлаймын. Жақсы, ендеше Сұңқар, сенде бір кірпіш дүниеге деген сөз арқылы жалғастырып көрші. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғала деген сөз бұл Абай атамыздың сөзі. Мен және бұл сөзге өзімнің ойымды айтқым келеді. Бұл сөзді мен сен өмірге келген кезде бұл өмірге пайдаң тигізу үшін келесің. Бұл өмірге барынша көп жақсылықтар жасап қалуға керек. Солай түсінемін. Өте тамаша, жақсы. Жалпы Сұңқар, біздің бұл жобаның ережесін білесің, е? Біз саған қызықты сұрақтар қоямыз, және де сенің қызықты жауаптар күтеміз, е? Ендеше біз сізге алғашқы сұрағымызды бастап қоя берсек, сіз қандай адамға таңданасыз? Мысалға алатын болсақ, Бауыржан Момышұлы. Неге таңданамын десеңіз, өйткені Бауыржан Момышұлы өте батыл, тәртіппен жүретін адам болған. Сондықтан ол кісіге таңданамын. Жақсы. Және келесі сұрақ, сіз сияқты адаммен дос болғыңыз келе ме? Өзім сияқты адаммен дос болғым келеді. Себебі мен өте көңілдімін, және де көптеген адамдармен тез тіл табысып кетемін. Жақсы. Келесі, сіз барған ең әдемі жер қандай болды? Мен барған ең әдемі жер ол жазды күні тауға серуендеуге шыққан жер. Өйткені ол жерде табиғат аясында таза ауамен сол тауда аралайсың және ең күшті жерлерді көресің. Жақсы. Және тағы да, егер сіз кез келген жерге бара алсаңыз, планетаның қай жеріне барар едіңіз? Кез келген жер. Планетаның мысалы Жапонияға, Кореяға сондай жерлерге баратын. Өйткені ол жерлерде өте қатты дамыған, сондықтан мен алдыға дамып келе жатқан елдерді өз көзіммен көргім келеді. Тамаша, жақсы. Келесі сұрағымыз, егер сіз кез келген жерде тұра алсаңыз, бұл қандай орын болар еді? Егер мен кез келген жерде Швецияда тұратын едім. Не себеп? Өйткені ол жердің табиғаты да бізден қалыспайды, өте керемет және дамыған елдердің қатарында. Тамаша. Келесі сұрағымыз, егер сіз кітаптың немесе фильмнің кейіпкері бола алсаңыз, қай кейіпкер болар едіңіз? Ойланатын сұрақ екен. Мен кез келген фильмдегі немесе кітаптағы, шығармадағы кейіпкер. Шығармадағы өлең жазған адамдар бола ма? Болады негізінде. Абай атамыз болады. Не себеп? Өйткені ол кісінің жазған әрбір өлеңінде көптеген ойлар жатыр. Ең әсіресе алатын болсақ қара сөздерінде. Сол кісі сияқты өзінде сондай қара сөздер алдыңғы уақытта жазғым келеді. Жақсы. Сәттілік сізге алдыңғы уақытта қара сөздеріңізге, және де сіздің өміріңіздегі ең ыңғайсыз жағдай қандай болды? Ең ыңғайсыз жағдай ол бала кезде балалармен велосипедпен жарысып келе жатқан кезде алдыңғы дөңгелегі жарылып кетеді. Мен құлап түсем, қалған балалар кетіп қалған, мен артыма қарап, бәрі маған күлген. Сол өте ыңғайсыз кезіміз. Қатты ыңғайсыз болды, Егер сіз әлемдегі бір нәрсені өзгерте алатын күшке ие болсаңыз? Өткен шақта да өзгертуге болады ма? Иә. Семей полигонын жоқ қылатын еді. Бар болсын айтайын. Өйткені ол Семей полигоны көптеген адамдарға емес, жануарларға, табиғатқа өте көп зиянын тигізді. Сондықтан соны болғызбайды. Тамаша. Сіз өзіңіздің тамаша күніңізді қалай елесіңіз? Тамаша күнімді өзімнің отбасымен, туыстарымен таза ауада
саяжайда демалып жүрген кезін елестететін еді. Отбасылық демалыс, иә. Шын тамаша, жақсы. Егер сізде тек 5 нәрсе болуы мүмкін болса, бұл қандай заттар болады? 5 нәрсе? Бұйым, немесе заттар болуы мүмкін. Зат, ол өзімнің телефоным. Және де өзіме тиесілі киім-кешектерім, заттарым, тағы да телефон, киім-кешек, тағы өзімнің үйім. Жақсы. Және де өзім жақындардың, туыстарын сыйлаған заттар, сыйлықтар, және де кітап. Кітап, иә. Жақсы. Қандай кітаптарды оқисыз? Мен алдыңғы уақытта Бақытсыз Жамал шығармасын оқыдым. Ол жердегі әйел теңсіздігін түсіндім. Сол жаққа бір сапар шеккендей сезімге қалдырды. Тамаша. Сіз естіген ең дана ой қандай болды? Ең дана ой тағы да Бауыржан атамыздың сөзі. Тәртіпке бағынған құл болмайды деген. Сол сізге қатты. Тәртіпті болсаң, әрбір жерде сен өз қатарының алды боласың. Келесі, егер сізде жарты сағат ішінде кез келген затты үйренуге мүмкіндік болса, не үйренер едіңіз? Жарты сағат ішінде. Жарты сағат ішінде тіл үйренетін. Басқа елдердің тілдерін, мысалы ағылшын тілін үйренетін. Өйткені ол алдағы уақытта да қажет болады, керек болады. Егер сізде бір жаста мәңгі қалу мүмкіндігі болса, сіз қай жастан бер едіңіз? Мен өзімнің балалық шағым 10-12 жас аралықтарын таңдайтын едім. Себебі ол кезде өте қызық болды. Және смартфон балаларда тіпті болған жоқ десем де болады. Ешкім үйінде отырмайды. Таңнан кешке дейін доп ойнайтынымыз сол жер өте қызық болды. Жақсы. Егер сіз өмір сүретін дәуірді таңдай алсаңыз, қайсысы сізге сәйкес келеді деп ойлайсыз? Өмір сүру дәуірін өзі ойым, мен өткен дәуірлерде өмір сүргім келмейді, өйткені ол өте қиыншылыққа толы түсінді болады. Керісінше алдыңғы болашақтағы дәуірлерде өмір сүргім келеді. Тамаша. Және де біздің бүгінгі соңғы сұрағымыз, сіз қандай керемет күшке ие болғыңыз келеді? Мен мысалы адамдардың ойын оқи алатын күшке ие болғым келеді. Неге? Өйткені бір адаммен сөйлескен кезде оның маған деген қандай көзқарасының бар екенін білгім келеді. Жақсы. Рахмет, Сұңқар, сізге осындай тамаша сұхбат бергеніңізге. Және де бүгінгі шығармамыздың қонағы Оқас Сұңқар, және де мен Алға Еділ. Келесі бағдарламада кездескенше қош сау болыңыздар.